Ассалаумағалейкум. Балық басынан шіриді. Жалғасы. Басы төмендегі сілтемеде. Міндетті түрде қарап шығыңыз. Бүгін жалғастырамыз. Бүгінгі қозғайтын тақырып ол тіл мәселесі. Тілге келген кезде халықтың 99% ол билікке байланысты деп айтады. Яғни билік өзгермейінше тіл мәселесі шешілмейді деп айтады. Бәрі тек биліктің қолында деп айтады. Қазір мен сіздерге бұл көзқарастың қате екенін дәлелдеп беремін. Жалпы тіл мәселесіне қатысты өте маңызды бірнеше фактор бар. Тілдің жалпы жағдайы сол факторларға байланысты. Соның біріншісі ол қазақша сөйлеу. Егер халықтың бәрі қазақша сөйлесе, ол үлкен бір жетістік болады. Енді кейбір адамдар былай деп айтады: егер біздің президент, министрлер, депутаттар бәрі қазақша сөйлей бастаса, онда халық та олардың артынан еріп қазақша сөйлей бастайды дейді. Бұл пікірді мен бір емес бірнеше рет естіген әртүрлі адамдардан. Соған қарағанда көп адамдар бұл пікірді дұрыс деп санайды екен. Бірақ бұл көзқарастың артында қандай логика бар екенін, қандай заңдылық бар екенін мен түсінбей қойдым. Бізде не президент қай тілде сөйлесе, сол тілде сөйлеу керек деген заң бар ма? Егер біз президент сөйлеген емес басқа тілде сөйлесек, бізді біреу жазалай ма? Мен соны түсінбеймін. Менің қазақша сөйлеуіме ешкім кедергі бола алмайды. Ешкім маған ондай шектеу қоя алмайды. Әр адамның қазақша сөйлеуі тек оның ұстанымына ғана байланысты. Ешкімнің басына президент, министр, депутат келіп басына былай тапанша тақап қазақша сөйлеме деп айтпайды. Дұрыс па? Яғни халықтың қазақша сөйлеуінің билікке 1 грамм қатысы жоқ. Ол әр адамның өзінің жеке ұстанымына ғана байланысты. Сондықтан бұл аргумент ол қисынсыз аргумент. Ары қарай екінші маңызды фактор ол күнделікті өмірде қазақ тілін қолдану. Қай жерде болмасын. Ең қарапайым мысал ол қолымыздағы смартфон. Одан кейін күнделікті қолданатын әлеуметтік желілер: YouTube, Facebook, ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм, тағы да басқалар. Солардың бәрі қазақ тіліне аударылған. TikTokты білмеймін енді. TikTokты мен өзім ағылшынша қолданамын, ал басқасының бәрі менде қазақша тұр. YouTube, Facebook, ВКонтакте, Телеграм менде қазақ тілінде, WhatsApp қазақ тілінде. Бірақ көп адамдар әлі де осындай күнделікті өмірде қолданатын қарапайым нәрселерді қазақша қолданбайды. Телефон болсын, смартфон болсын, әлеуметтік желілер болсын, техника болсын. Қазір кейбір техникалардың қазақша менюлары шығып жатыр. Мысалы, кір жуғыш машиналар сияқты. Оларға қазақ тілі енгізіліп жатыр. Ол өте жақсы. Енді соның бәрі бола тұра біз соны қолданбай жатырмыз. Қарапайым банкоматтың өзінде қазақтың 80-90% орыс тілін таңдайды. Орысша өздері дұрыс білмесе де бәрібір орыс тілін таңдайды. Сонда не, сол адамдардың бәрінің артынан президент былай тапанша тақап тұрып банкоматта қазақ тілін таңдама деп айта ма? Айтыңыздаршы соны. Мейлі орыс тілді қазақтар былай тұрсын, қазақ тілді қазақтар, қазақша контент шығаратын блогерлер, қазақша жарнама түсіретін әртүрлі адамдар жарнаманы түсірген кезде жиі естіп жатамын да: төменде подробнее дегенді басыңдар деп, немесе подписаться дегенді басып қойыңдар деп айтады. Сондайды естіген кезде өте жағымсыз естіледі маған. Бірақ неге олар оны орысша айтады? Өйткені олар өздері сол әлеуметтік желілерді орысша қолданады. Сондықтан оларда ол орысша жазылып тұрады. Подробнее, подписаться деп орысша жазылып тұрады. Сондықтан олар сөйтіп орысша айтады. Өздері қазақ тілді адамдар. Енді мұнда бәрі өзімізден шығып тұр ғой, дұрыс па? Біз осының бәрін істемей тұрып қалай билікті кінәлаймыз? Ешкім сендерге ондай шектеу қойып жатқан жоқ қой, қазақ тілін қолданбаңдар деп. Және одан басқа біз жүрген жерде құжат толтырған кезде, мысалы бір жерге барып анкета толтырамыз, сауалнама толтырамыз, банкке барғанда, басқа да жерге барғанда, немесе келісімге қол қоямыз, немесе бір өтініш жазамыз, арыз жазамыз. Ондай біздің өмірімізде жиі болып тұрады. Сол кезде ылғи қазақ тілін қолдану керек. Бірақ мен өзім көріп жүрген қазақтардың арасынан ешкім өйтіп істемейді, бәрі орысшасын толтыра береді. Немесе резюмені кім қазақ тілінде жазады? Айтыңыздаршы. Мен өзім резюмені қазақша жазып жүрген бірде бір адамды кездестірмедім. Ал мен бұрыннан бері бір 10 шақты жыл болды резюмені тек қазақ тілінде жазамын. Керек болса кейде ағылшыншасын қосам, бірақ негізінен менде қазақ тілінде. Сіздерге не, резюмені қазақша жазсаңыз біреу басыңызды шауып ала ма, біреу сізді жазалай ма ол үшін? Айтыңыздаршы. Көрдіңіздер ме? Бәрі өзімізден шығып тұр. Олай болса, неге біз билікті кінәлаймыз? Яғни мұнда билік кінәлі деген сөздің бәрі ол қисынсыз сөз. Оның артында ешқандай негіз жоқ. Келесі үшінші маңызды фактор ол қазақ тілді контент шығару, шығармашылық. Кез келген контент болсын, кітап болсын, кино, мультфильм, деректі фильмдер, тағы да басқасы. Соның екі жолы бар. Біріншісі қазақша жаңа туынды шығару, екінші басқа тілдерден аудару. Осы екі жұмыстың бәрін бізге қарқынды түрде істеу керек. Қазақша кітаптар шығару керек, мультфильмдерді, киноларды қазақ тіліне аудару керек, деректі фильмдерді, бағдарламаларды соның бәрін қазақ тіліне аудару керек. Оның бәрін істейтін халықтың өзі. Әрбір адам өзінің қолына келген істеу керек. Кез келген салада жұмыс істейтін маман
егер ол өз саласының жақсы маманы болса, сол саладағы терминдерді қазақ тіліне аудару керек. Оны ешкім жоғарыдан келіп аударып бермейді. Президент терминдерді қазақ тіліне аударуға міндетті емес, министр міндетті емес, депутаттар міндетті емес. Мынандай бір жағдайды елестетейік. Айтайық, президент өзгерді деп айтайық. Сонда жаңа президент келеді, ол не, өзі отырып әрбір мультфильмді қазақ тіліне аударып отыра ма? Жұмысының бәрін ысырып тастайды да, мультфильмдерді қазақ тіліне аударады, немесе оқулықтарды қазақ тіліне аударады. Президент істей ма оны, министр істей ма, әлде депутаттар істей ма? Жоқ, оның бәрін істейтін халық, аудармашылар, халық, тапсырыс беретіндер халық. Оның бәрін халық өзі қадағалап, өзі реттеу керек. Инициатива халықтың өзінен шығу керек. Егер президент ауысса, бірақ халық осындай пассивті болса, өзі ешқандай ештеңеге ұмтылмаса, ешқандай шығармашылықпен айналысуға, қазақ тіліне бәрін аударуға, соның бәрін халық өзі істемесе, оны бизнесмендер қаржыландырмаса, қалай біз билікке кінә артамыз? Айтыңыздаршы. Яғни, мұнда да бәрі халықтың қолында. Ешкім сендерге оған тыйым салып жатқан жоқ. Келесі, төртінші маңызды фактор, ол заңның орындалуын қадағалау. Мысалы, дүкендерде, ресторандарда, тағы да басқа базарларда, сондай орындарда баға көрсеткіштері, ас мәзірі бәрі қазақ тілінде болу керек. Немесе жарнама, хабарландыру, сол сияқты ақпараттың бәрі қазақ тілінде болу керек. Егер ол болмаса, онда сол заңды бұзған кәсіпкерлерді жауапқа тарту керек. Оның бәрін істейтін кім? Оның бәрін істейтін халық. Енді маған айтыңыздаршы, мысалы президент ауысты дейік, жаңа президент келді, ол өзі көше аралап, әрбір дүкенге кіріп, неге баға көрсеткіштер қазақша жазылмаған, неге қазақ тілінде ақпарат жоқ деп бәріне тиісіп жүру керек пе? Әрбір ресторанға кіріп, неге қазақша ас мәзір жоқ деп айту керек пе? Оның бәрін президент істей ме? Айтыңыздаршы. Оның бәрін реттейтін халық қой. Сол сауда орындарында ақпаратты қазақ тілінде жазбаңдар деп оларға президент келіп айта ма? Айтыңыздаршы соны. Ол сол жерде жұмыс істейтін қызметкерлердің тікелей жауапкершілігі емес пе? Солардың міндеті емес пе? Неге олар өз міндеттерін атқармайды? Мысалы, сатушыға айтасың, неге қазақ тілінде ақпарат жоқ дейсің? Вот этот администраторға айтыңыз дейді. Ол өзінің міндетін атқармай тұр. Өзіне жауапкершілік алмай тұр. Администраторға барасың, ол саған 1001 түрлі сылтау тауып береді. Қазақша шрифт жоқ дейді. Енді болмаса неге орнатпайсыңдар деп айтсаң, тағы да жаңа бір сылтау ойлап табады. Бізге поставщиктер алып келген кезде тауардың сипаттамасы қалай жазылып тұрса, біз солай қоямыз дейді. Енді неге қазақша талап етпейсіздер десе, тағы да жаңа бірдеңе ойлап шығарады. Ол да өзінің міндетін атқарғысы келмей тұр. Енді қараңыздар, сатушылардың бәрі қазақтар, администраторлар қазақтар, директорлардың бәрі қазақтар. Сонда ешқайсының қазақ тіліне жантары ашымайды. Ешқайсысы өзінің міндетін дұрыстап атқарғысы келмейді. Өзіне жауапкершілік алғысы келмейді. Әйтеуір билікке сілтей салу керек. Әйтеуір мен кінәлі емеспін. Ол менікі кінәлім емес. Қарапайым көкөніс сататын дүкеннің өзінде хабарландыру жазылып тұрады орыс тілінде. Сатушыға айтасың ғой, мына қазақша жазып қоймайсыздар ма деген кезде, оны бастыққа айту керек дейді. Сонда сол бір А4 параққа екі сөйлемді қазақша жазып қою үшін не бастықтан рұқсат сұрау керек пе? Соны түсінбеймін де мен. Адамдардың санасының сондай жетілмегеніне таң қаламын. Содан кейін біз билік кінәлі деп айтамыз. Қайдағы билік? Ертең 1000 жерден президент өзгерсін, егер халық осындай болса, жағдай өзгереді деп ойлайсыздар ма? Ештеңе өзгермейді. Президент өзі бәрін қадағалап жүрмейді ғой, дұрыс па? Оның бәрін халық өзі реттеу керек. Егер тіл туралы заң орындалмай жатса, онда прокуратура қызметкерлері оны қолға алу керек. Прокуратурада кім жұмыс істейді? Қарапайым қызметкерлер, қазақтар. Акиматта, тіл басқармасында кім жұмыс істейді? Қазақтар жұмыс істейді. Енді сіздердің айтуларыңыз мүмкін, прокуратура ол билік қой деп. Енді билік болған кезде ол әрбір прокуратурадағы әрбір қызметкерді президент өзі тағайындамайды ғой. Олардың жұмысын қадағалап тұрмайды ғой. Егер ол прокурор тіл заңын бұзған адамды сотқа берсе, оны жауапқа тартса, оны не президент жазалай ма, жұмысынан шығарып жібере ма, оны түрмеге қамай ма, айтыңыздаршы. Немесе тіл басқармасы жыл сайын әрбір қалада акиматтарға, тіл басқармасына 100 миллиардтап ақша бөлінеді. Қайда ол ақшаның бәрі? Олар оны қалтасына салады. Сол ақшаның бәрін жымқырып қояды. Енді оған ақшаны ұрла деп президент келіп айта ма? Министр айта ма? Сол ақшаны өзіміздің адамдарымыз ғой ұрлап жатқан, сол акиматта жұмыс істеп жатқан қарапайым қазақтар. Дұрыс па? Енді мұнда қалай біз билікке кінә арта аламыз? Өзіміз ғой бәрін істеп жатқан. Соның бәрін орындау үшін халық өзі қадағалау керек қой соның бәрін. Акиматтағы қызметкерлер талап ету керек қой, мына ақша қайда кетіп жатыр деп. Дұрыс па? Әлде президент келіп бұған ақшаны ұрла, ақшаны қажетіне жұмсама деп айта ма өзі? Айтыңыздаршы соны. Енді тағы бір 5-ші маңызды фактор, ол бизнестің халыққа көмегі. Яғни ақшасы бар қалталы бизнесмендер қазақ тіліне қатысты жобаларды қаржыландыру керек. Мысалы, қазақша кітаптар шығару, оқулықтар шығару, қазақ тілінде үйрететін әртүрлі үйірмелер, әртүрлі спорт залдар, секциялар, соның бәрін қаржыландыру керек. Қазақша балаларды дайындайтын бапкерлер,
соның бәрін дайындау керек, соларға арнайы жағдай жасап беру керек. Қазақ тілінде жекеменшік балабақшаларды көбірек ашу керек, жекеменшік мектептерді көбірек ашу керек, курстарды ашу керек. Тағы да сондай түрлі қазақ тіліне көмектесемін дейтін адамдарға мүмкіндік толып жатыр. Бірақ біздің бизнесмендер не істейді? Ақша қолына түссе қымбат машина алады, пәтер алып сатады, немесе басқа да бір тауарларды алып сатады, сөйтіп алып сатармен айналысып жүреді. Ешқандай халыққа пайдасы бар іске ақшасын жұмсамайды. Яғни бизнесмендердің басым бөлігінің санасы жетілмеген, санасы өте төмен. Ал бизнесмендер ол кім? Ол билік емес, ол халық. Мен білемін, сіздер маған айтасыздар, бәрібір ол билікке байланысты, өйткені билік жаңа заң шығарады, заңның орындалуын қадағалайды деген сияқты тағы да сондай сылтауларды айтасыздар. Келісем, кейбір тұстарда биліктің көмегі қажет. Иә, мысалы білім беру саласында орыс тілін білім беру бағдарламасынан алып тастау, бұл тікелей билікке байланысты нәрсе. Немесе мемлекеттік бұқар ақпарат құралдарында қазақ тілді контенттің мөлшерін көбейту, шетелдің телеарналарын қазақ тіліне аудару деген сияқты. Мұнда биліктің қатысы бар, мен оған келісемін. Бірақ одан басқаның бәрін халық өзі істей алады ғой, дұрыс па? Ол бір екінші, билік оған көңіл бөлу үшін халық өзі биліктен талап ету керек қой, дұрыс па? Халық өзі қайта билікке соны айта беру керек, жеткізе беру керек. Бұл мәселені қайта қозғай беру керек. Тек сол кезде ғана билік оған назар аудара бастайды, оған көңіл бөле бастайды. Ал егер халық үндемей жүре берсе, әрине онда билік те түк істемейді, дұрыс па? Яғни тағы да қайталап айтамын, бәрі халықтың өз қолында. Билікке сілтей бермеу керек, билікке кінә арта бермеу керек. Мен билікті жақсы деп тұрған жоқпын, бірақ билік жаман болса енді не жүре беру керек па, солай күтіп қашан ауысады екен деп. Біз үйтіп қартайғанша жүре береміз, ештеңе өзгерте алмай. Бәрін өзіміз бастауымыз керек, өзіміз істеуіміз керек. Балық басынан шіриді деген әңгімені қойыңыздар. Балық басынан шірісе де оны құйрығынан тазалайды, естеріңізде болсын. Бүгінге айтайын дегенім осы. Келесі жолы бұл тақырыпты мен тағы да ары қарай жалғастырамын. Келесі жолы жемқорлық туралы әңгіме қозғаймын. Сондықтан арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларды күтіңіздер.